Ер жетіп қапсың ба Жамсал? Балапаным мен. Балам, сенің кіші қажылыққа баратыныңа шын қуанып отырмын. Бірақ не деген мен басқа ел ғой. Абайлап жүр балам. Сақ боласың ғой жаным. Баламыз жек болып қапты ғой. Мамасы? Иә? Уайымдамаңыздар. Алла қаласа қажылық парызымды өтеп, елге ораламын. Қасиетті жер ғой ол. Бәрі жақсы болады. Өте дұрыс Айна. Иә, қасиетті жер. Ақылымнан сен өзіме тапқан. Иә, өзіңе ұқсаған балайын. Кел, шайыңды іш. Қайда жүрсің бала? Не мынау? Сақал. Мынау не кітап? Мен сенімен сөйлесіп отырмын ғой. Әке, мазамды ала бермеңізші. Ой. Не болып қалды? Отыр! Әке, сіздердікі бәрі харам. Қайда харам айналайын? Ата-бабаның жолы қадам ба? Иттің баласы. Осыған сен кінәлісің. Анан қарашаны. Кіші қажылыққа барам деп, бір діннің оқуына еріп оқыпты. Міне ақыры осындай болды. Құдай-ау. Ай, менің оның ол жаққа барып, бір басқа діннің оқуын оқып, бүйтіп бұзылып келетінін қайдан білейін? Басқа діннің оқуын оқып. Кетті бұл бала, мен көрдім, не мына? Сақал, кітап. Ондай нәрсе бізде жоқ қой. Қайдан шыққан бәле? Жастарымызға діни білім алу үшін сонау шетелге барудың қажеті жоқ. Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениет университетінде 3 дәрежелі білім бағдарламасы бар. Біріншісі 4 жылдық бакалаврлық, екіншісі магистрлық, үшіншісі докторлық дәреже беріледі. Мұндағы ғалымдарымыз шетелден арнайы алдырған бүгінгі таңда 20 ғалым Әл-Асқар университетінен, Әл-Сун, Айн-Шамс деген сияқты тағы 8 университеттен алдырған профессорлық ғалымдарымыз бар. Олармен қоса отандық докторларымыз дәріс береді. Бұлардың барлығы сізге фиқх, тафсир, Құран, тәжвид, фиқхул муасира деген сияқты қазіргі заманға сәйкес өзіміздің ұлтымыздың, менталитетіміздің, салтымыздың, дәстүріміздің үйлесімдігімен бірге дәріс беретін жағдай жасалып отыр. Келесі бір мақтанышпен айтатын дүние, бұл түлектеріміздің 90-нан астам пайызы жұмыспен қамтылады. Мемлекеттік қызметте, құзыретті органдарда, жергілікті және мемлекеттік басқару мекемелерінде, кейін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасындағы имамдық, наиб имамдық мектептерде ұстаздық қызмет атқаруы.